республикамыздың мақтанышына айналған, өзіндік орындаушылық шеберлігі қалыптасқан Тәттімбет атындағы академиялық қазақ халық аспаптар оркестрінің негізі 1988 жылы қаланған болатын. Алғашқыда 25 әртістен құралған оркестрді Дүйсен Үкібай мырза бастап шаңырақ көтерді. Кейіннен 1990 жылы өз заманында қоғам қайраткері болған әділ би, ағартушы, шертпе күйдің шебері, арқа күйшілік мектебінің негізін қалаушы Тәттімбет Қазанғапұлы бабамыздың аты берілді. 1992 жылы оркестрді басқаруға КСРО-ның халық әртісі, профессор, мемлекеттік сыйлықтардың лауреаты Шамғон Қажығалиев мырза шақырылған еді. Ал 2000 жылы музыканттардың жоғары деңгейлі орындаушылық шеберлігінің арқасында оркестрге мәртебелі академиялық атағы берілген болатын. Оркестрмен бір сахнада беделді сахна шеберлері Фуат Мансұров, Қарасай Сайжанов, Алдаберген Мырзабеков, Фаруқ Садықов сынды үлгілі дирижерлар, күміс көмей әншілер Ермек Серкебаев, Нұрғали Нүсіпжанов, қазақтың бұлбұл әншілері Бибігүл Төлегенова, Майра Мұхамедқызы, сонымен қатар дәулескер күйші Қаршыға Ахмедияров сынды үлкен майталмандар бір сахнада өнер көрсетіп, тәжірибе алмасқан болатын. Сонымен қатар, қазіргі таңда оркестр мен жас дирижерларда жұмыс жасап, өздерінің қолтаңбаларын қалдыруда. Ерекше ықыласпен ойымызға келетін тағы бір тұлға, ол біздің оркестріміздің алғашқы директоры Ғазиз Салықұлы Ажбағанбетов мырзаның осы оркестрді дамытуға қосқан үлесі зор. Осындай 32 жылдық тарихы бар үлкен ұжым ақш-та, Чехия мен Словакияда, Иран мен Иракта, Түркия, Швейцария, Франция, Оңтүстік Корея және тағы да басқа тмд елдерін аралап, өзінің өнерін көрсетіп, халықтың ықыласына бөленіп келеді. Қазіргі таңда оркестрде 70-ге жуық музыкант жұмыс жасайды.